2025 жылдың 12 қазанында өткен Абай облысы Семей қаласы әкімінің сайлауы кезінде 129 сайлау комиссиясы жұмыс атқарды. Оның ішінде біреуі аумақтық және 128-і учаскелік сайлау комиссиялары. Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне енгізілген азаматтардың саны 220.761. Сайлау қорытындысы бойынша дауыс беруге сайлаушылардың 53,7% қатысты. Яғни 118.553 сайлаушыны құрайды. Үй-жайдан тыс дауыс бергендер 2.548 адам. Сайлауға қатысқан сайлаушылардың 2,15% құрайды. Оның ішінде 459 сайлаушы әртүрлі санаттағы мүгедектігі бар азаматтар. Ол 18,1% құрайды. Жарамсыз бюллетендердің саны 2482. Барлығына қарсымын жолында белгісі бар 4310. Әр кандидат үшін берілген дауыс саны 111.761 адам. Дауыс беру қорытындысы нәтижесінде Бекжазаров Айболат Қайыркешұлына 9.763 дауыс, яғни 8,4% құрайды. Қожамбаев Әділет Нұрсағатұлы 77,1%, яғни 89.441 дауыс жинады. Төлеуов Қаныш Мақсұтұлы 10,8%, 12.557 сайлаушы дауыс берген. Абай облысы Семей қаласының әкімін сайлау қорытындылары туралы Семей қаласының аумақтық сайлау комиссиясының шешімі. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 14 бабының 9 тармақшасына, 44 бабының 2 тармағына, 45 бабына, 113-10 бабына сәйкес 25 жылғы 12 қазанда болған Абай облысы Семей қаласының әкімін сайлау қорытындылары туралы учаскелік сайлау комиссиясының хаттамасына және сайлау қорытындылары туралы сайлау комиссиясының хаттамасы негізінде Абай облысы Семей қаласының аумақтық сайлау комиссиясы шешті. Бірінші, 1980 жылы туған, Абай облысы Көкпекті ауданының әкімі қызметін атқарған, Көкпекті ауылында тұратын Қожамбаев Әділет Нұрсағатұлы Абай облысы Семей қаласының әкімі болып тіркелді. Сайланған әкімді тіркеу туралы хабар жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланды.